Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым, сіздермен бірге мен Шыңғыс Қанатұлы, доп-домалап YouTube арнасы. Бүгін біз кезекті Қазақстан премьер-лигасының екінші турына шолу жасап, турдың үздік 11 құрамын анықтайтын боламыз. Бүгін бізде тұрақты спикер, қонағымыз Алмат Бекбаев. Ассалаумағалейкум, YouTube көрермендер. Қош келдіңіз, Алмат аға. Осымен олай болса бастайтын боламыз. Ең бірінші, екінші турдың матчтарына қысқаша шолу жасап өтсек, бізде алғашқы матч Ұлытау және Қызылжар арасында ойынмен басталды. Есеп 1-0. Ұлытау жеңіске қол жеткізді. Ұлытау өте жақсы бастады чемпионатты. Әзірге гол жіберген жоқ екі турдың нәтижесі бойынша, және алғашқы 3 ұпайына қол жеткізіп отыр. Келесі ойын Елімай мен Алтай арасындағы ойын. Елімай екінші тур қатарынан міне фаворит, жеңіс 3 ұпай қалтада деген ойын күтілген еді. Және Алтай сол Қайратқа да қарсы тартысты ойын көрсеткен болатын. Елімайға да тағы да бір фаворитке қарсы тартысты ойын көрсетіп, тең ұпайды қонақта еншілеп отыр. Есеп 1-1. Кезекті матч Тобыл және де Жетісу арасындағы ойын. Тобыл міне алғашқы сәтсіз турдан кейін осы жерде бір 3 ұпай алу керек еді. Дегенмен де Жетісу берілген жоқ, соңына дейін күресті. Керемет ойын, камбэк деп айтсақ та болады. Есеп 2-2 тең тарқасты. Тағы да бір фаворит ұпай жоғалтып отыр. Жетісу. Өзіңіз өнер көрсеткен, Талдықорғандық Жетісу. Жақсы ойнады Талдықорғандықтар. Есеп 2-2 тарқасып отыр. Келесі матч Қайсар және де Астана, Қызылордада керемет футбол тойы десек те болады. Есеп дегенмен де тойға ұқсамайды. 0-0 тең тарқасты. Қақпашылардың керемет ойынын көрдік десек те болады. Жалпы тыныш қана өткен ойын болды. Әрмен қарай бізде Ертіс пен Атырау арасындағы ойын тағы да бір тең ойын, есеп 1-1, тең тарқасты. Жалпы голдар бұл турда өте аз. 0-0, 1-1. Өте аз, Бұл ойында дәл солай 1-1 есебімен аяқталды. Келесі матч Қайрат және де Ақтөбе. Осы турдың орталық матчы. Көп күткен матч. Чемпионат басталсасымен бірден осындай тартысты матчқа куә болып отырмыз. Есеп 1-0. Әдеттегіше 3-ші матч қатарынан Жас Вундеркинд, Дастан Сатпаев Қайратқа жеңіс сыйлап, Қайрат 3 ұпаймен жалпы осы чемпионатта әзірге 2 матч екеуінде де жеңіске жеткен команда. Өзі чемпиондық өзі маусым өзі солай жүреді ғой. 1-0 даққа Қайрат жалпы сәтті бастап отыр. 6 ұпаймен көш басына тұрған алматылық Қайрат. Келесі матчта бізде жеңіс және де Ордабасы Астана қаласында өткен Астана аренадағы керемет кездесу. Есеп 0-2 Шымкенттік Ордабасының пайдасына. Ордабасы чемпионаттағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Жеңіске қарсы матчта. Осылай 3 ұпаймен жалпы чемпионатта 4 ұпаймен әзірге енді үштікке кіріп тұр. Жақсы. Әрі қандай болатынын маусым барысында көретін боламыз. Және де чемпионатты бүгінгі осы турды қорытындылаған ойын, ертесіне бір күн кейін өткен ойын Каспий және де Оқжетпес арасындағы матч, керемет ойын көрдік. Голдарды осы ойыннан көрдік. Есеп 1-3 Көкшетаулық Оқжетпестің пайдасына Оралхан Өміртаевтың бенефис шоуы болды. Дубль және 3 голға да әсерін тигізді. Керемет ойын көрсетті. 1-3 есебімен Оқжетпес жеңіске қол жеткізді. Міне жалпы қысқаша екінші турдың матчтары осылай өрбіді, осылай орын алды. Олай болса, үздік 11 құрамды Алмат Бекбаевпен бірге анықтайтын боламыз. Кәнекей. Ал олай болса, қақпашылар позициясынан бастаймыз. Үздік қақпашы позициясына мен 2 үміткерді айтатын боламын. Статистикасына қарай, ойынның нәтижесіне қарай Алмат мырза өзі үздікті анықтайтын болады. Олай болса, турдың үздік қақпашысы позициясына үміткерлер Салайдин Қайсардан және де Заруцкий Ақтөбе. Заруцкийде бізде рейтингі 7-9, ал Салайдингі 8-2-ні көрсетіп отыр. Сейвтер бойынша 6-5 Салайдин көп сейв жасаған. Әуедегі допқа талас бойынша 0-1, бұл жерде Заруцкий әуеде сәтті ойнай білген. Ал енді қарсыластың XG-ін алатын болсақ, Астана командасында 1.45 Салайдиннің қарсыласы, ал енді Заруцкий Қайрат командасы дәл 1.00 XG жинаған. Нәтижесінде Заруцкий 1 гол жіберген, ал Салайдин қақпасын құрғақ сақтап қалды. Таңда өзіңізде үздік қақпашы екінші турдың қорытындысы бойынша кім? Енді бірінші турда Заруцкийге бердік қой. Қазір енді мен ойымша Салайдинге беру керек. 8-2 өте жоғары баға алыпты. Және де Астанаға қарсы 0-ге тұрған үшін Салайдинді қойық. Тамаша, Салайдин екінші турдың қорытындысы бойынша
үздік қақпашы. Молодец, Саладин. Тамаша. Олай болса әрі қарай жалғастыратын боламыз. 4 қорғаушы, оның қазір біз алғашқы 2 орталық қорғаушы анықтайтын боламыз. Үміткерлер бізде Бугулов Ұлытау қорғаушысы және де қарсыласы Әлібек Қасым. Астана сапында рейтингтері бойынша Бугуловта 7-де 6, Әлібек Қасымда 7-де 7. Бугулов кездесуде гол соқты. Ал енді жалпы жеке статистикалар бойынша допты тартып алу бойынша 4-те 1 Бугуловтың пайдасына, допты айыбалардан шығару бойынша 3-те 2 Бугуловтың пайдасына, қорғаныстағы жұмыстары бойынша, әуедегі талас бойынша Бугулов 7 рет допқа таласқан, 2-інде сәтті ойнай білген, ал енді Әлібек Қасым 5 рет допқа таласып, 5-інде де жеңіске қол жеткізген қорғаныста. Жақсы, Әлібек. Ал пас дәлдігі бойынша 85% Бугуловта, ал Әлібек Қасым 90% пас дәлдігін көрсеткен. Енді бұл жерде Әлібек Қасыммен бірге ойнағанбыз біз. Ол деңгейі өте жоғары қорғаушы. Білем, қазір біздің құрама командаға да ойнайтын деп ойлаймын, үміттенемін. Сол үшін Қасымға береміз. Әлібек Қасым орталық қорғаушының біріне жайғасатын болады, екінші турдың үздік қорғаушылар қатарында. Олай болса әрмен қарай жалғастырамыз. Тағы да 2 үміткер, Қайрат сапынан Широбоков және де Ордабасы қорғаушысы команда капитаны Сергей Малый. Сергей Малыйда рейтингісі 7-де 9, Широбоковта 7-де 7. Допты тартып алу бойынша 2-де 3 Малыйдың пайдасына, допты айыбалардан шығару бойынша 3-те 1 Широбоковтың пайдасына, әуедегі талас бойынша Широбоков 9 рет допқа таласып 5 рет сәтті ойнай білсе, ал Сергей Малый 11 рет таласып 7 рет әуедегі допты қайтарған болатын. Пас дәлдігі бойынша Широбоковте 89% болса, Сергей Малыйда 93% көрсетіп отыр. Өте жақсы дәлдік пас. Сол үшін мен негізі жақсы көремін осы қорғаушылар, жартылай қорғаушылар дәлдік пастар точно болса, 93%, 90-нан асса, уже рейтингке кіре береді. Сол үшін Сергей Малыйға берейік. Тамаша, Сергей Малый орталық қорғаушы рөлінде, қос қорғаушы Сергей Малый және де Әлібек Қасым қорғаушылар орнына жайғасты. Олай болса, әрмен қарай қапталда қорғаушылар бойынша айтатын болсақ, 10 қаптал қорғаушысы позициясын үміткер ойыншылар Сұлтанбек Астанов Ордабасы сапынан және де бізде Еркін Тапалов екінші тур қатарынан үздіктер қатарында үміткер. Еркін Тапаловтың рейтингісі 7-де 9, ал Сұлтанбек Астановтың 7-ні көрсетіп отыр. Бірақ Астанов кездесуде гол соқты және қорғаныста жұмыстар бойынша тартып алу бойынша Астановтан 0 көрсетіп тұрса, Тапаловта 9 көрсетіп тұр. Допты шығару бойынша да Астановта 1, ал Тапаловта 5. Әуелетіп айыбаларына асырылған пастар бойынша Астанов 10 рет айыбаларына пас асырған, оның 2-еуі дәл жеткен, ал Тапаловта 2 рет асырып, 1-еуі дәл жеткен. Дриблингтер бойынша да Астановта 0 көрсетіп тұрса, Еркін Тапаловта 1 дриблинг, 1 сәтті орындау көрсетіп тұр. Таңдау өзіңізде. Енді алдында ойында Тапаловты қоспағаннан кейін маған бір смайлик жіберді. Директке смайлик жіберді, содан кейін қазір өзі жақсы ойын көрсетіп тұр. Бағасы да өте жоғары, 7-9, почти 8. Сол үшін Тапаловқа береміз, және де өте жақсы ойын көрсетті ол. Тапалов против Топаловқа жақсы ойын көрсетті. Сол үшін Тапаловқа берейік. Керемет, тамаша. Еркін Тапалов екінші турдың үздік 10 қаптал қорғаушысы позициясына жайғасатын болады. Әрі қарай жалғастырам. Үздік сол қаптал қорғаушы позициясы үміткерлер Ертіс сапынан Стефан рейтингісі 7-де 7 және де Сағи Совет Қайсар сапынан рейтингісі 7-де 5. Жеке көрсеткіштері бойынша допты тартып алу 3-те 4 Советтің пайдасына, допты шығару 4-те 2 Стефанның пайдасына, әуелетіп айыбаларына асырылған пастар бойынша Стефанда 7 пастың 4-еуі дәл барса, Сағи Советтің 4 пастың 1-еуі әріптестеріне дәл барған. Ал енді дриблинг бойынша Стефанда 2-де 1 сәтті дриблинг, ал Советте 4 рет дриблингке түсіп, 3-еуін сәтті қарсыласын алдап өткен. Таңдау өзіңізде? Рейтингтерді шамаласыз. Совет Қызылордада ойнады, иә? Енді Астана қарсы ойнағаннан кейін осындай жақсы ойын көрсеткен деп ойлаймын, бірақ ойынды өзім көрмедім. Мына ойында Ертісте 1-де 1 ойнады. Бірақ қарсылас онша күшті емес. Атырау примерно бір уровендегі. Енді мына Астана қарсы үлкен күшті команда болғаннан кейін Советке берейік. Тамаша, керемет. Бізде үздік сол қаптал қорғаушысы екінші тур нәтижесі бойынша Сағи Совет. Тамаша, 4 қорғаушы өз орындарын тапты. Әрі қарай жартылай қорғанысқа өтетін боламыз. 2 орталық жартылай қорғаушылар. Алғашқы позицияға үміткерлер Макаренко Қызылжар сапынан және де Серікжан Мужиков
Жетісу Жетісу сапында. сапында. Рейтингтер бойынша Мужиковта 7-6, ал Макаренкода 8-0, және Мужиковта шешуші пенальти бар ойынның соңғы минуттарында. Және де жеке статистикалар бойынша қорғаныста жұмыстарынан допты тартып алу бойынша Макаренкода 3-0, маңызды пас бойынша екеуі де 2-2 маңызды пас берген. Пас дәлдігі бойынша Макаренкода 80% болса, Мужиковта 82%, екеуі шамалас болып тұр. Және дриблингтер бойынша Мужиковта 0 көрсетіп тұрса, Евгений Макаренкода 5 рет алдасып, 4-еуін сәтті орындаған. Енді бұл жерде қиынырақ болып тұр. Мужиков гол салса да, бірақ көрсеткіштері төмен екен. Макаренкоға берейік барын. Евгений Макаренко орталық жартылай қорғаушы позициясына екінші турдың үздігі болып орын табады. Олай болса, қасындағы екінші жартылай қорғаушы позициясына үміткер қос ойыншы, отандық ойыншылар Рамазан Оразов және де Асхат Тағыберген. Рамазан Оразовтың рейтингісі 8-0, ал Тағыбергендікі 7-4. Тағыбергенде ассист бар, Оразовта гол бар. Ал енді жеке статистикасы бойынша қорғаныста жұмыстардан допты тартып алу бойынша 1-0 Оразовтың пайдасына. Маңызды пас бойынша Оразов 5 рет маңызды пас берген әріптестеріне, ал Тағыбергенде 1 маңызды пас бар. Пастың дәлдігі бойынша да екеуі шамалас, Оразовта 87, Асхат Тағыбергенде 88. Дриблинг бойынша Рамазан Оразовта 0 көрсетіп тұрса, Асхат Тағыбергенде 1 алдасу, 1 сәтті орындалу жүзеге асқан. 8-0, 7-4 рейтингтері, гол, ассист бар, жалпы. Осы жерде кішкене қиын болады маған, бірақ Оразовтың әдемі гол салған үшін тамаша орындау, стандартты сәтті пайдалана білдім. Олай болса, екінші орталық жартылай қорғаушы позициясына Рамазан Оразов жайғасатын болады. Керемет, әрі қарай жалғастыратын боламыз. Олай болса, шабуылдаушы, жартылай қорғаушы, яғни мына 10-дық позициясына жақын ойыншына атайтын боламыз. Ол позиция үміткер қос ойыншы, бүгін жалпы өз отандық ойыншылар, Қазақстан ойыншылар тізімде көп. Дәл солай тағы да бір екі қазақстандық ойыншылар, Бауыржан Исламхан, рейтингі 7-5, және де Жасұлан Әмір, рейтингі 8-1. Біздің Шымкентский Кевин Де Брюйне бұл. Таза Де Брюйне, лақап аты Сары. 2006 жылға жас өсіп келе жатқан академияның, Ордабасы академиясының түлегі. Керемет ойынға екінші таймда шықты, керемет нәтиже көрсетті. Бұл ойыншы туралы негізі көбірек айту керек біз деп ойлаймын. Бір хайп әлі жүрмей жатқан сияқты. Өткендегі ойында да алғашқы турда Ертіске қарсы тамаша ойынға кірді. Бұл жерде де тамаша ойынға кіріп отыр. Көбірек айтып, бір хайпын көбейту керек сияқты. Кішкене сенімділігін. Ойыншының өзіне де бір сенімділік беретіні түсінікті, анық. Енді жеке статистикаларына келетін болсақ, маңызды пастар бойынша Исламханда 2 пас, Әмірде 3 маңызды пас. Пас дәлдігі бойынша Исламханда 85% көрсетсе, Жасұлан Әмірде 75% көрсетіп тұр. Дриблингтері бойынша Исламхан 2 рет алдасып, 1-еуін сәтті орындаған, ал Жасұлан Әмір 4 рет алдасып, 2-еуін сәтті орындаған. Соққылар бойынша Исламханда 3 соққы, 2-еуі қақпаға дәл бағытталған, Әмірде 1 соққы, 1 дәл бағытталған, және ол гол, дебюттық голын соғып отыр. Және де ассист бар бұда. Голы бар, ассисті бар, және шыға салып Айбалына бір керемет пас берді. Альбом Әмір. Соққыс жасаған кезде Әмір енді керемет ойын көрсетті, және таңдау Әмір. Жасұлан Әмір үздік 10-дық позициясына жайғасатын болады. Құтты болсын, тамаша, керемет көрсеткіш. Қазақстандық ойыншылардың бір жаңа буыны өсіп жатқанын тағы бір куәсі болып отырмыз. Олай болса, шабуылшыларға кезек береміз. Оң қапталдағы вингер, шабуылшы позициясына үміткер ойыншылар. Оң қапталда бізде үміткер Плаккам, Елімай сапынан, және де Дорофеев Атырау сапынан. Дорофеев бүгінгі ойында гол соқты, және де рейтингісі 7-7, Плакканкі 7-3, және бір ассисті бар. Жеке статистикалар бойынша маңызды пас 0-1 Плакканың пайдасына. Дриблинг бойынша Дорофеевте 0, ал Плаккада 2 рет алдасып, 2-еуінде сәтті орындаған. Соққылар бойынша Дорофеев 3 соққы, 2 қақпаға дәл бағытталған, ал Плаккада соққы жасалмаған. Ал енді XG көрсеткіші бойынша, енді әрине Плакканкі 0 болса, Дорофеевтікі 0.33 көрсеткен, оны 1 голға айналдыра білген. Және таңдау өзіңізде. Сол үшін Дорофеев біздің үздік 11-ге кіреді. Тамаша, Дорофеев керемет голымен үздіктер қатарына кіретін болады. Оң қапталдағы үздік жартылай қорғаушы. Әрмен жалғастыратын боламыз. Бізде енді сол қапталдағы үздік вингерлерді, шабуылшыларды анықтайтын боламыз. Бұл жерде бізде үміткерлер Қайрат сапынан Юккала, және де кейін өткен ойындағы
Оқжетпес сапындағы Өміртаев осы позицияға жайғастырып отырмыз. Статистикасына, ойында алаңда позициясына қарай шабуылшы ретінде сол қапталға жақын ойнады. Жалпы енді рейтингтері бойынша Өміртаевта 8-де 5 көрсетіп тұр, Юкколада 7-де 7 көрсетіп тұр. Өміртаев бүгін 2 гол соқты, тағы бір голға Өміртаев соққысынан кейін барып гол кірді, 3 голға да әсерін тигізді. Ал енді жеке статистикасы бойынша маңызды пас бойынша 0-де 1 Юкколаның пайдасына, дриблингтер бойынша Өміртаев 3 рет алдасып, 2-ін сәтті орындаған, ал енді Юккола 5 рет алдасып, 4 рет қарсыласын алдап өткен. Соққылар бойынша 5-те 3 Өміртаев 5 рет теуіп, 3 рет қақпаға дәл тигізген, оның 2-ін голға айналдырған. Ал енді Юккола 3 рет қақпаға соққы бағыттап, 2 рет дәл тепкен. Енді XG көрсеткіші бойынша бізде Юккола 0.34 көрсеткен, бірақ гол соқпаған. Ал енді Оралхан Өміртаев 1.13 XG нәтижесін көрсеткен, және оның 2 рет голға айналдыра білген. Керемет, бірінші ол тамаша гол болды. Қарсыластардың бәрін, қазақ футболына тағы бір сирек кездесетін голдардың бірі, қарсыластарын керемет алдап, сол аяғымен керемет соққы бағыттады, жалпы сол аяғымен жалпы керемет голдар соқты бүгін. Солайша енді бұл жерде бір түсінікті сияқты. Түсінікті. Өміртаев. Оралхан Өміртаев бүгін өзі бір Қазақстан ұлттық құрамасын жасақтап жатқанда болып келе жатырмыз. Сол қапталдағы үздік вингері позициясына Оралхан Өміртаев жалғасатын болатын. Ал олай болса, 11-ші позиция үздік шабуылшы үміткерлер Попов Алтай сапынан гол соқты, рейтингісі 8-де 1, және де Дастан Сатпаев рейтингісі 7-де 3, алаңда аз ғана уақыт көрсетті, дегенмен де маңызды шешуші ойында, маңызды гол соқты. Жеке рейтингтері бойынша маңызды пас Поповта 2 пас, Дастанда 0, дриблингтер бойынша Дастан Сатпаев 3 рет алдасып, 2-ін сәтті орындаған, ал Попов 5 рет алдасып, 4-ін сәтті алдай білген. Қақпаға соққылар бойынша Дастан Сатпаевта 2 соққы, 1 қақпаға дәл бағытталған, және ол гол. Ал енді Поповта 1 соққы, ол гол, 1 гол. XG көрсеткіші бойынша Дастан Сатпаевта 0.22 болып, оны 1 голға айналдыра білсе, ал енді Поповтыңқы енді 0.05, яғни соны голға айналдырып отыр. Керемет соққы, алыстан Оразовтың голына тамаша жауап болған соққы. Таңдау өзіңізде үздік шабуылшы. Мен ойымша Сатпаев әлі өзінің деңгейіне келген жоқ, әлі формасын жинаған жоқ деп ойлаймын, өйткені аз ойнап жүр. Жарақаттан шығып енген қосылып жатыр, 15-20 минуттан ойнап, бірақ гол салды. Бірақ мына жақта мына ойынды көрдім да, Востоктың ойын, Восток Алтайдың ойын. Попов жақсы ойнады негізі. Өте пайдалы, КПД-сі өте пайдалы болды Алтайға. Сол үшін Поповқа берейік. Тамаша, үздік шабуылшы позициясы анықталды. Үздік шабуылшы позициясында Алтай сапынан Попов үздік шабуылшы. Мінекей осылай бізде үздік 11 анықталды. Экранда көріп отқандарыңызда екінші турдың қорытындысы бойынша үздіктер құрамы бізде осылай болып тұр. Өздеріңіз пікірлеріңізді, ондай емес, мынандай ғой дейтін ойларыңыз болса, төменге түсіп пікірге қалдырсаңыздар болады. Сіз үшін кім үздік болды? Пікірге жазып кетіңіз. Ал және турдың үздік ойыншысы сіздің ойыңызша? Мен ойымша Әмір. Әмір, Әмір, Сара, Кевин Де Брюйне. Екінші турдың үздік ойыншысы. Тамаша, керемет нәтиже. Осылайша, екінші турға шолуды, үздік құрамдарды анықтауды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған біздің спикеріміз Алмат Бекбаев, және де мен Шыңғыс Қанатұлы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.